Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз келесі сабағымызды бастайтын боламыз. Бүгінгі сабағымыз тақырыбы алгоритмдер. Бұл сабағымызда біз алгоритм түсінігіне анықтама беретін боламыз. Алгоритмдеу дегеніміз не, бағдарламалау дегеніміз не, және алгоритмдердің қасиеттері туралы ақпарат қозғайтын боламыз. Сонымен іске сәт кірістік. Жақсы, сонымен сабағымызды одан да жалғастырайық. Алгоритмдер. Жалпы бұл алгоритм сөзін алғаш енгізген кісі бұл Әл-Хорезми деген кісі. Ол кісі өзінің еңбегінде Китап Аль-Джебр валь-Мукавала, яғни екі әдіс туралы кітап немесе толықтыру және өзара толықтыру деген кітапта белгілі бір амалдарды орындалу жолын көрсеткен. Яғни сандарды қосу туралы кітап болатын. Кейін бұл кітапты еуропалықтар аударған. Карменде алгоризмус вулгарис, диксит алгоризми деген секілді әртүрлі кітаптар аударылған. Кейін уақыт келе бұл Әл-Хорезмиде алгоризмде отырған ғой. Кейін уақыт келе бұл алгоризми сөзі мағынасы өзгере бастаған. Яғни белгілі бір тәртіппен орындау деген сондай түсінікке келе бастаған. Содан бастап бізде алгоритм деген сөз пайда болған. Жалпы бір қызығы бұл алгебра термині, алгоритм термині осы біздің өңірімізден, Орта Азия өңірінен шыққан, Орта Азия аймағынан шыққан сондай бір термин. Яғни Әл-Хорезми бұл Хорезм аймағында дүниеге келген кісі. Хорезм аймағы бұл қазіргі Қарақалпақстан және Қызылорда облыстарының аймағы, яғни Арал маңындағы аймақты Хорезм деп атаған. Сондықтан алгоритм және алгебра терминдері осы аймақтан шыққан ғылым деп айтсақ та болады. Әрине, бұл негізгі Әл-Хорезмидің негізгі жұмысын бұл Бағдат қаласында жасаған, бірақ сонда да Әл-Хорезми бізден алыс емес. Жарайды, жалғастырамыз жұмысымызды. Енді біздің жағдайымызға келсек, алгоритм дегеніміз ол белгілі бір мақсатқа жету үшін орындаушыға берілген түсінікті әрі реттелген нұсқаулардың тізбегін айтамыз. Яғни бұл жердегі орындаушыға деген сөзге аса үлкен мән беру керек. Себебі орындаушы ретінде бізде әртүрлі техника болуы мүмкін. Біздің есептеуіш машинада болуы мүмкін. Орындаушы тіпті басқа адамда болуы мүмкін. Немесе басқа жануарда болуы мүмкін. Яғни орындаушыға түсінікті тілде және ол реттелген болуы керек. Енді біздің контекстке келетін болсақ, алгоритм дегеніміз белгілі бір есепті шығару жолын реттелген амалдар тізбегі түрінде келтіруді біз алгоритм деп атаймыз. Ал алгоритмдер бұл есепті шығаруда, яғни осы алгоритм құрастыру процесін айтады екенбіз. Енді бағдарлама деген келеміз. Бағдарлама дегеніміз бұл алгоритмді машинаға түсінікті нұсқаулар тізімі ретінде жазамыз. Яғни бұл жерде орындаушы ретінде, біздің алгоритмімізді орындаушы ретінде бұл машина тұр, яғни EVM тұр, есептеуіш машиналар тұр. Ал бағдарламалау бұл есепті немесе кеңінен алып қарайтын болсақ, бұл белгілі бір мәселені шешу үшін осы бағдарлама құрастыру процесін біз бағдарламалау немесе программалау деп атаймыз. Енді қараңыздар, алгоритм негізгі құрылымдары. Негізінен осындай үш топқа бөліп қарастыруға болады. Сызықтық, тармақталушы және циклдік алгоритмдер. Жалпы программалауды меңгеру үшін біздерге ең алдымен алгоритмдерді құру әдістерін үйренуіміз қажет. Одан кейін біз программалау тіліне бастаймыз. Программалау тілін үйренуіміз қажет. Және программа құру үшін белгілі бір жүйелер болады, белгілі бір технология болады. Сол технологияларды игеруіміз қажет.
және бұны практикалық тұрғыда көп қолдануымыз қажет. Және ең маңыздысы, төртіншісі, бұл компьютер ғылымдарының іргелі салаларымен танысу керек. Яғни компьютер архитектурасы, операциялық жүйелердің құрылысы, компилятордың құрылысы, осы секілді ірі іргелі деген фундаменттері, негіздерін біз оқуымыз керек. Сол кезде сіз инженер, программистті былайша айтқан кезде игересіздер. Енді біз алдымызға бір есепті қоямыз, есепті шешу керек. Оның кезеңдері бар. Яғни алдымен не істейміз? Есептің қойылымы болады. Содан кейін есепті ықшамдаймыз, формалдаймыз. Яғни белгілі формулаға алып келеміз. Ал одан кейін алгоритмдерді құрамыз. Және программа тілінде программа құрастыратын боламыз. Құрастырылған программаны тесттен өткізуіміз қажет, және қажет болса түзететін боламыз. Есептеулерді жүргіземіз, және алынған нәтижелерді талдаймыз. Бұл бізде есептердің шешу кезеңдері саналады. Енді алгоритм өзінің белгілі бір қасиеттері бар. Мысалы, алгоритм бұл қасиетінің бірі бұл анықтылығы. Яғни алгоритм бізге анық болу керек. Яғни ол орындаушыға түсінікті болу керек. Және алгоритм белгілі бір нәтижеге алып келу керек. Яғни оның бір результаты бар. Яғни белгілі бір нәтижесі бар деген сөз. Алгоритм біз жалпыға арнап жасаймыз. Яғни ол белгілі бір мәнге ғана емес, әртүрлі мәндерде жұмыс жасалатын мүмкіндігі болу керек. Яғни біз жалпылама түрде жасаймыз. Универсалдылығы былайша айтқан кезде. Және келесі бір қасиеті бұл дискреттілігі. Яғни бізде командалар ол дискретті болады. Үздіксіз емес. Енді бізді алгоритмдерді сипаттаудың жолдары, немесе жазу жолдары, бұл мынандай 3 топқа бөлуге болады. Псевдокод түрінде, блок схема түрінде, және программа тілі арқылы сипаттау. Псевдокод дегеніміз бұл кәдімгі адамның табиғи тілінде жазылған, ықшамдалып жазылған, әртүрлі математикалық формулаларды араластырып жазылған код. Бұны біз басқа адамдарға түсіндіру үшін қолданамыз. Блок схемада бұл графикалық элементтерді қолданып сызылған сызбалар, яғни графикалық сызбалар. Бұл жерде геометриялық фигуралар қолданамыз. Бұл біздің алгоритмімізді көрнекті көрсету үшін өте ыңғайлы. Бұны да біз көп жағдайда басқа қолданушыға, басқа программисттерге түсіндіру үшін жазамыз. Бірақ кейбір блок схемамен жұмыс жасайтын компьютер тілдері де бар. Мысалы, дракон тілі бар. Scratch'те де осы блок схеманың бір түрі деп қарастырсақ та болады. Ал енді программа тілі арқылы біз өзімізді құрастырған алгоритмімізді сипаттауға болады. Енді келесі сабағымызда біз белгілі математик Асқар Жұмаділдаевтың алгоритм және алгебра түсініктерінің қалай шыққандығы туралы қысқаша бір лекцияны қосқым келіп отыр. Одан кейін программалық тіл туралы ақпараттар беретін боламын. Жақсы, кездескенше сау болыңыздар.